Құрметті оқырман, осы видеоға лайк басып өзіңіздің ойыңызды комментарияға жазуын ұмытпаңыз. Видеоны соңына дейін қараңыз. Сіз әрине әзілдеп тұрған шығарсыз, деді Айнұр Марат Базарбайұлына таңғала қарап. Ауыл басын жай ғана шайқады да, жоқ, әзілдеп тұрған жоқпын, бірақ ойлануыңа уақыт беремін. Өйткені ұсынысым шынымен де тосын. Сенің ойыңда оның не елестетіп тұрғанын да түсінем, бірақ асықпа. Жақсылап ойланып ал. Бір аптадан кейін тағы да келем. Айнұр оны аң-таң күйде шығарып салды. Жүрегі дүрсілдеп, ойы сан-саққа жүгірді. Естіген сөздерін миы қабылдағысы келмейтіндей санасында орнықпай тұрды. Ол Марат Базарбайұлының 3 жылдан бері танитын еді. Қалада бірнеше жарнамай бекіті бар кәсіпкер еді. Сол бекеттердің бәрінде Айнұр еден жуушы болып жұмыс істейтін еді. Марат Базарбайұлы әрдайым жылы жүзбен сәлемдесіп, қарапайым қызметкерлермен де әңгімелесіп жүретін. Шынында ол жақсы адам. Бекеттегі еңбек ақысы да жаман емес еді. Сондықтан ол жерге істеуге ниеттенетін адам көп болатын. Бірде шамамен 2 ай бұрын Айнұр тазалық жұмысын жасап болып, сыртта демалып отырғанда Марат Базарбайұлы кіріп келді. Қасыңызға отырсам бола ма, деді жымиып. Ал Айнұр сілік етіп орнынан тұра берген. Әрине, неге сұрадыңыз? Деп айтты. Марат, ойбай, неге тұрдың? Отыр, қорықпа, мен қауіпті емеспін ғой саған, деді ол әзілдей. Айнұр күлімдеп қайта отырды. Иә, көктем келе бастағанда ауа райы әрдайым тамаша сияқты сезіледі. Себебі қыс пен қардан әбден шаршағаннан шығар. Мүмкін сен дұрыс айтып отқан шығарсың, деді ол ойлана. Айтпақшы, көптен сұрайын деп едім. Сен неге әлі күнге дейін жуушы болып жүрсің? Сәуле саған бірнеше рет операторлық жұмыс ұсынған ғой. Жалақысы да жақсы, әрі таза жұмыс. Мен де соны қаласам ғой, деді Айнұр ауыр күрсініп. Бірақ графикасы қолайсыз, қызым Мадина әлі кішкентай. Денсаулығы да сыр беріп тұрады. Барлығы жақсы болса, көрші әйел Сайлаугүл қараласып тұрады. Ал жағдайы қиындаса, өзім жанында отыруым керек. Сол үшін жұмыс кестесін үнемі өзгертіп, Сайлаугүл екеуміз кезектесіп жұмыс істейміз. Соған да шүкір. Солай де. Ал қызыңның дерті не? Айнұрдың жүзі мұңайып кетті. Оны айтпаңызшы. Дәрігерлердің өзі нақты ештеңе айта алмайды. Кейде түн шығып демала алмай қалады. Қатты шошып үрленеді. Ал дәрігерлер қолдарын жайып қана қояды. Қымбат тексерулер қажет, бірақ оны тегін жасамайды дейді. Басқа амал жоқ. Бәлкім жасы жетіп, жасөспірім жастан шыққаннан басылып қалар, деп жұбатады. Қойшы, деді Марат Базарбайұлы ауыр күрсініп. Қорықпа, бәрі жақсы болады. Сол кеште Айнұр күтпеген жерден айлықтан бөлек қомақты сыйлық алыпты. Не үшін екені жазылмаған. Ол тек Марат Базарбайұлының жақсылығы екенін бірден түсінді. Одан кейін олар жолыға қоймайды. Бүгін Айнұрдың үйіне келді. Әйелі есік алдында тұрғанын көргеннен ақ Айнұрдың жүрегі бір тоқтап қалар жаздады. Ал одан естіген ұсынысын мүлде түсіне алмай, тіпті талып қала жаздады. Ұсынысы мынандай еді. Марат Базарбайұлының Серік атты ұлы бар екен. Жасы 30-ға таяп қалған. Бірақ 7 жылдан бері мүгедек, арбасында отыр. Бір жол апатынан кейін қанша ем жасаса да аяққа тұра алмаған. Содан бері жігіт өмірден төңіліп, ұзақ созылған күйзелікке түскен. Соңғы жылдары әкесінің өзімен сөйлесуден де қашатын болыпты. Міне сонда Марат Базарбайұлының ойына тосын бір жоспар келген. Бәлкім оны үйлендірсе, шынайы отбасы құрып, өмірге қайта құштар болар ма екен, деп ойлады. Әрине, бұдан үміті зор емес еді. Бірақ бәрібір тырысып көруге бел буды. Сол үшін оған ең қолайлы жар ретінде Айнұр көрінді. Айнұр, сендер жақсы өмір сүресіңдер. Барлығың үшін жағдай жасаймын. Қызыңды толықтай тексеруден өтеді. Мен сенен 1 жылға келісім сұраймын. Бірақ 1 жыл бірге тұрасыңдар. 1 жылдан кейін қалай да кетесің. Серік сауығып кете ма жоқ па, оған қарамаймын.
бірақ еңбегіңді өте жоғары бағалаймын. Айнұр есеңсіреп отырды. Айнұр тіпті ашуынан сөз таба алмай қалды. Ал Марат Базарбайұлы бәрін түсінгендей болды. Айнұржан, өтінем, көмектес, келісе салшы. Бұл екеуміз үшін де тиімді ұсыныс қой. Мен тіпті ұлым саған қол тигізеріне де сенбеймін. Бірақ сенің абыройың сақталады. Бір ресми түрде тұрмысқа шыққандай боласың. Жай ғана сүймей шыққан қалыңдық болдым деп ойла. Менен бір ғана өтініш. Қандай шешім болса да, мына әңгімеміз арамызда қалдыр. Тұра тұрыңыз, Марат Базарбайұлы. Маған бір нәрсе қызық болып тұр. Сіздің серігіңіз осының бәріне келісіп отыр ма? Ер адам мұңлы жымиып қойды. Оған бәрібір. Мен оған бизнесімде қиындықтар бар немесе денсаулығым сыр беріп жүр деп өтірік айтамын. Маған тек оның үйленгені керек. Нағыз күйеу болғаны серік маған әрқашан сеніп келеді. Бұл алдау емес, жақсылыққа бастайтын амал ғана. Марат Базарбайұлы кетіп қалды. Ал Айнұр ұзақ уақыт отырып қалды. Жан дүниесі қатты қарсы болғанмен, оның тікелей айтқан сөздері кеудесінде бір түрлі жұмсартып жібергендей. Шынында Мадинасы үшін неге болса да барар еді. Ауылда әке ғой, ұлын сүйеді. Кешкісін телефон шыр ете қалды. Айнұржан, тез жет. Мадинаның тағы да ұстамасы ұстап қалдық қатты. Мен қазір жедел жәрдем шақырамын. Айнұр мен дәрігерлер бір мезетте қақпаның алдында келіп тоқтады. Айда жүрсіңіз анасы. Дәрігер оны қатқыл жүзбен қарады. Жұмыста едім. Бұл жолғы ұстама шынымен ауыр еді. Мүмкін ауруханаға апару керек шығар, деп күмілжіп сұрады Айнұр. Бірақ дәрігер бұл үйге талай келген кісі. Шаршап, салғырт үндемей жауап берді. Одан не пайда? Өзіңіз де білесіз ғой. Онда ештеңе істей алмайды. Тек балаңыздың жүйкесін тоздырады. Сізге Астанадағы жақсы клиникаға бару керек еді. 40 минуттан соң дәрігерлер кетіп қалды. Айнұр қолына телефон алып, Марат Базарбайұлына қоңырау шалды. Мен келісемін. Мадинаның жағдайы қиындап барады. Келесі күні олар жолға шықты. Өзімен бірге жас сақал мұртын таза қырған бір жігіт еріп келді. Айнұр, ең қажеттісін алыңыз. Қалғандарының бәрін біз сатып аламыз деді. Айнұр басын изеді. Ал Мадина көзі жайнап, үлкен машинаға қызыға қара тұрды. Ұнай ма? Деді Марат Базарбайұлы оған еңкейіп. Өте қатты. Алдыңғы орынға отырсам бола ма? Барлығын көргім келеді. Мамаң рұқсат бермейді. Полиция айыппұл салады деді. Ойбай, деп күліп жіберді Марат Базарбайұлы. Машинаға отыр. Біз өзіміз полицияға айыппұл жазып береміз. Айнұр жол бойы уайымға батып барады. Құдай-ай, неге келістім? Егер ол бір түрлі жындылау жігіт болса ше? Оның мазасыздығын Марат Базарбайұлы байқап қалды. Айнұр, тынышталыңыз. Әлі бір апта бар. Қаласаңыз, бәрінен бас тарта аласыз. Серік жаман жігіт емес. Ақылды, тек ішінде бір нәрсе сынып қалған. Өз көзіңізбен көресіз. Көлік тоқтаған кезде Айнұр қызына көмектесіп түсіп, басын көтерді де таңырқап қатып қалды. Бұл жай ғана үй емес, нағыз сарай еді. Мама, біз ертегідей өмір сүретін боламыз ба? Деп айқайлап жіберді Мадина. Марат Базарбайұлы баланы көтеріп алды да қарқылдап күлді. Ұнап тұр ма? Өте деп айқайлады. Салтанатты күнге дейін Айнұр мен Серік бірнеше рет қана дастарханда жолығып отырды. Жігіт көп сөйлемейді. Тамақты жемейтіндей. Тек жай ғана отырып алатын. Айнұр оны жасырын көз тастап байқап жүреді. Бет-әлпеті сүйкімдеу, тек жүдеу. Әрине, далаға шықпайтын болған соң шығар. Оның да өзін қиналып жүргенін Айнұр да сезді. Ал ең бастысы, Серік той туралы сөз қозғағанда жоқ. Ал той күні басталғанда айнала толған адам еді. Әне, көйлекті Айнұрға бір әкелгенде, ол орнынан тұра алмай сіленіп отырып қалды. Мынау қанша тұрады өзі?
Сен тым әсерленгішсің, билемей-ақ қой, деп жымиды Марат Базарбайұлы. Қарашы, тағы не бар? Ол кішкентай ғана, бірақ тура сондай үлгідегі көйлекті шығарды. Мадина, қарағым, көреміз бе? Қыз шыңғырып қуанды. Бір сәтте айнала у-шу болып кетті. Кішкентай ханшайым әдемі көйлекті киіп, әуеде қалықтап жүргендей кербез басып шыққанда бәрі қол соқты. Сол сәтте Айнұр Серікті байқады. Ол өз бөлмесінің ашық есігінде тұр екен. Мадинаға қарап, сәл ғана жымиып қойыпты. Мадинаның бөлмесі еді. Олардың үлкен жатын бөлмесінің қасына орналасыпты. Айнұр осы ойдан денесі тіркіреніп кетті. Марат Базарбайұлы ауыл сыртындағы демалыс үйіне баруды ұсынған еді. Бірақ Серік басын шайқады. Рахмет, әке, біз үйде боламыз. Төсек үлкен еді. Серік алыста жатты. Оған тиіспейтін сияқты. Сондықтан о бастан ұйықтамаймын деп ойлайтын Айнұр әп-сәтте тәтті ұйқыға кетті. Апта өтті. Кейде кешкісін екеуі әңгімелесіп отыратын болыпты. Шынында Серік өте ақылды екен. Оның ешқандай артық қимыл жасамағанына Айнұрдың көңілі орнып келе жатты. Бір түні ол селт етіп оянып кетті. Жүрегі сол бойда қатты соғып кетті. Жүгіріп барып қызын қараса, дәл солай Мадинаны тағы да ұстама қысып қалыпты. Серік, көмектесші, жедел жәрдем шақыршы, деді Айнұр жанталасып. Осы сәтте есік аузына арбасымен Серік келіп үлгерді. Ол тез телефонға жармасты. Ал бір минуттан кейін ұйқылы ояу Марат Базарбайұлы жетті. Мен Дәуренге хабарласайын, деді ол абыржып. Жедел жәрдем дәрігерлер келгенде Айнұр оларды бірінші рет көріп тұрды. Бұрын мұнда мүлде басқа дәрігерлер келетін. Бұлардың үстіндегі киімі бөлек, құрал жабдықтары да өзгеше еді. Артынша олардың соңынан отбасылық дәрігерлер де жетті. Қыздың ұстамасы біткен соң дәрігерлер ұзақ кеңесті. Айнұр Мадинасының жанында отырды, ал Серік қасында болып, қыздың қолынан ұстап отырды. Айнұр, бұл қашаннан бері болып жүр? Деп сұрады дәрігер. Туылғаннан бері. Біз талай рет ауруханада жаттық. Түрлі тексерулерден өттік. Бірақ ештеңе анықталған жоқ. Сол үшін де Мадинаның әкесі бізбен бірге тұрғысы келмеді, деді Айнұр мұңайып. Ал сіз оны сүйдіңіз бе? Деді Серік қанет. Әрине, бәлкім сүйген шығармын, бірақ ол баяғыда еді. Сол себепті әкеңіздің ұсынысына келістім. Айнұр таңдана қарап еді. Серік жай ғана жымиды. Әкем ойлайды, мен ештеңе білмеймін деп. Бірақ оны әрқашан ашық кітаптай оқып келем. Тек қорқатыным, маған кімді таңдап берер екен деп. Ал сені көргенде таңғалдым. Сен ақша үшін бәріне келісетін адамға мүлдем ұқсамайсың. Қазір бәрі орнына келгендей. Жылама, Айнұр. Біз міндетті түрде Мадинаны емдейміз. Сенің қызың мықты қыз. Маған қарағанда әлде қайда берік. Ал сен неге сынып кеттің? Сен ақылдысың, көріктісің, жақсысың, деді Айнұр. Серік ащы күлкіден басын шайқады. Айтшы, егер жағдай басқаша болғанда, маған тұрмысқа шығар ма едің? Айнұр аз кем ойланды да басын изеді. Иә, сені сүйіп кетуге басқаларға қарағанда әлде қайда оңай болар еді. Бірақ мәселе ода емес. Түсіндіре алмаймын. Түсіндірудің қажеті жоқ, деді Серік. Неге екенін білмеймін, бірақ саған сенемін. Күндердің бір күнінде Айнұр Серікті бір түрлі испен шұғылданып отырған жерінен көрді. Оның қолында бір жаттығу құралы бар еді. Бұл не, деді Айнұр таңғалып. Бұл тренажер. Апаттан кейін бірнеше сағат жаттығу жасауым керек болатын. Бірақ үмітімді үздім. Ал қазір Мадина мен сенің алдыңда ұялдым. Сол сәтте есіктен Марат Базарбайұлы кіріп келді. Кіре беріңіз, әке, деді Серік. Әке бір сәтке тоқтап қалды. Ұлын жаттығу үстінде көру оған ауыр соқты. Ол жұтынып алып Айнұрға бұрылды. Айтшы, сенің босануың ауыр болды ма?
Неге олай сұрадыңыз? Дәрігер айтты, Мадинаның шығарғанда бас сүйегі зақымдалып, замай түсі қысылып қалған болуы мүмкін. Сыртынан көрінбейді, бірақ ішкі жағынан жүйкеге қысым түсіп жүр екен. Бұлай болуы мүмкін бе? Деп Айнұр орнынан қозғалып кетті. Енді не істейміз? Көз жасын тие алмай қалды. Жылама, дәрігер айтты, қорқынышты ештеңе жоқ. Ота жасату керек, сосын бәрі қалпына келеді. Мадина кәдімгі қыз болып кетеді. Бірақ бұл басы ғой, өте қауіпті. Серік Айнұрдың қолын ұстап, әкені тыңда, Мадина ұстамасыз өмір сүре алады деді. Ал қымбат емес па деп Айнұр сыбырлады. Марат Базарбайұлы оған таң қарады. Бұл сенің уайымдайтын нәрсең емес. Сен енді біздің отбасымызда бір мүшесің. Ота сәтті өтті. Дәрігерлер 2 аптадан соң Мадинаның толығы жазылып, үйге шығаратынын айтты. Айнұр енді өзіне өзі сұрақ қойып жүреді. Менің шын үйім қайда? Серік күнде хабарласып, онымен де, Мадинамен де ұзақ сөйлесетін. Уақыт зымырап бара жатты. Жыл аяқталуға жақын еді. Олар үйге қайтқанда Марат Базарбайұлы көңіреніп жүреді. Білмеймін, қалай айтсам. Серік 2 күннен бері ішіп жүр. Не? Ол мүлде ішпейтін еді ғой. Айнұр бөлмеге кіргенде Серік қараңғыда отыр екен. Ол шамды жағып, үстем үстіндегі бөтелкелерді жинай бастады. Қайда апарасың? Деді Серік. Ішуді доғарасың. Неге? Өйткені мен сенің әйеліңмін. Маған сенің ішкенің ұнамайды. Серік тосылып қалды. Бірақ бұл уақытша ғой. Мадина енді дені сау. Ал сен қасыңда мүгедекпен қалуға себеп жоқ. Айнұр тікесінен тек тұрды. Айтқың келгені ақымақтық емес па, Серік? Мен сені мықты, ақылды, бәріне қабілетті деп ойладым. Мен қателескен жоқпын ғой. Серік басын төмен салды. Кешір, шамасы шыдай алмадым. Бірақ енді үндемеймін ғой. Бәрін қайта бастаймыз ба? Жыл соңы аяғанда Марат Базарбай тыпыршып кетті. Серік енді өздігінен тұра бастаған. Дәрігерлер жақында жүріп кететінін сендірді. Бірақ Айнұрдың келісімі 1 жылға ғана еді. Кешкі асқа бір жиналғанда Серік арбасымен келді. Қасында Айнұр мен Мадина бар. Әке, бізде саған жаңалық бар, деді Серік. Марат Базарбайұлы қобалжып, тек қана Айнұрға қарады. Кетіп барасың ба? Жоқ, деді Айнұр. Серік пен Айнұр бір-біріне қарады да, әке, сіз атанбақсыз. Мадинаның бауыры немесе қарындасы болады. Марат Базарбайұлы үнсіз қалды. Сосын көз жасына ерік берді. Құшағына бәрін қысып, ұзақ жылады.